Армысыздар ағайын, өздеріңізбен бірге Жетісу облыстық қоғамдық саяси әлеуметтік экономикалық Жетісу газеті және өткен аптадағы елді елең еткізген негізгі жаңалықтарға шолу жасайтын мен Рүстем Жанболатұлы. Сонымен өткен аптада әріптестеріміздің назарына не ілікті? Апта қандай жаңалықтармен есте қалды? Бірге шолып өтейік. Шолуымызды сейсенбілік нөмірден бастайық. Кербұлақ ауданындағы Қиыршық тас зауыты Түркістан-Сібір темір жолының тапсырмасы бойынша Ресейдің Локоть станциясынан Қазақстандағы Шу станциясына дейінгі темір жол саласының кәсіпорындарының қиыршық таспен қамтамасыз ету үшін салынған. Жобалық қуаты 400 мың текше метр. Қиыршық тас зауытының шикізат базасы Жоламан базасында орналасқан. Бұл жерде габро диабаза, кварц диабаза, кварц профильдерінің кремнийленген туфтары сияқты минералдар өндіріледі. Қазір Қиыршық тас зауыты Достық Мойынты теміржол желісінің екінші жолы мен Алматы айналма теміржолының құрылысы бойынша жұмыс істейді. Жылына 500 мың текше метр жеткізу жоспарда бар. Кәсіпорында 2 ауысымда 107 адам жұмыспен қамтылған. Зауыттың тыныс-тіршілігі жайында Еңлік Кенебай халықты жұмыспен қамтыған атты мақаласында толық мағлұмат береді. Жетісу облысының полиция департаменті былтырғы нәтиже бойынша республикада үздік бестікті түйіндеді. Қылмыс азайып, тәртіп бұзушылар қатары сиреген. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі биылғы жылды құқық бұзушылықтың алдын алу жылы деп бекітті. Осы тұрғыда полиция заң мен тәртіп қағидатын ұстанып, қылмысты ашып қана қоймай, оның алдын алу жұмыстарымен жүргізумен белсене айналысады. Аталған қағидат бойынша биыл өңірімізде мигрант, тасымалдаушы, антифрауд, есепті тұлға сияқты 15 жедел алдын алу шарасы өткен. Облыстық полиция департаментінің басшысы Сарқытбай Құсайынов жол көлік апатының әлі де азаймай тұрғанын айтады. Жыл басынан бері 187 жол көлік апаты орын алған. 25 адам қайтыс болып, 256 адам жарақат алыпты. Интернет алаяқтары, мал ұрлығы, есірткі саудасы бүгінгі күні өзекті мәселелердің бірі. Күрмеуі күрделі мәселелер қалай шешімін тауып жатыр? Серік Қантай қылмыс деңгейі төмендеді атты мақаласында тарқатып айтады. Газеттің 3-ші беті дала дүбірі айдармен көктемгі дала жұмысына арналып отыр. Панфилов ауданына жүгері егуге қажетті тұқым қорының 555 тоннасы әзірленді. Көктемгі науқанға 231 тонна арзандатылған дизель отыны кесте бойынша әкелінді. Көктемгі егіске барлығы 1273 техника қатысады дейді әріптесіміз Мырзағали Нұрсейіт дайындық қызу атты мақаласында. Ал Кербұлақ ауданынан Раушан Бейсенбекова 1300 гектар жерге минералды тыңайтқыштар шашылып, арпа себіліп, картоп отырғызылғаны, жүгері мен қант қызылшасын егу жоспарланғанын айтады. Медет Жұмабай науқанға сақадай сай атты мақаласында Текелі қаласының аймағында егістік көлемі 273 гектар жерді құрап отыр. Басым бөлігі жаздық арпа себілсе, қалған бөлігіне дәндік жүгері, соя себу жоспарланған дейді. Басты жаңалық Текелі қаласында қант зауыты салынады. Облыс бойынша ауыл шаруашылығы саласын қолдауға 40 миллиард теңге жұмсалмақ. Олардың жартысы субсидияларға. Қант қызылшасы шаруашылығы мемлекеттік қолдау көлемі бойынша бұрынғысынша тоннасына 40 мың теңгеден қалды. Алайда облыс қант қызылшасын егу алқабы 1,5 мың гектарға қысқарды. Газетіміздің бейсенбілік санында да уақытқа тән әлеуметтік мәні бар мәселелерді мәйекті оқиға құрылған шынайы шымыр оқиғаларды оқи аласыздар. Соңғы жылдары облыс аумағын газдандыру жұмысы жоғары деңгейде жүзеге асырылуда. 3 жылда газдандыру деңгейі 27%-дан 56,5%-ға дейін жетті. 1800-ге жуық жұмыс орны ашылды. Облыс қайта құрылғалы 5 елді мекеннен газ жеткізілген еді. Биыл газбен қамтамасыз етілген елді мекендер саны 84-ке жетті. Қазіргі уақытта 45 жобаның жұмысы жүргізілуде. Жобаны іске асыруға бюджеттен 7,9 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бәсекелестік ортаны дамыту арқылы газ қостыру құнын қазандық пен қажетті жиынтықтарды қоспағанда 170-175 мың теңгеге дейін төмендетуге мүмкіндік туды. Алдағы уақытта газдандыру жұмыстары қалай жүргізіледі? Ағымдағы жылы қай елді мекендер көгілдір отынға қосылады? Еңлік Кенебай газдандыру жұмысы 56,5%-ға жетті атты мақаласында толық мағлұмат береді. Маусым айында Жетісу облысының құрылғанына 3 жыл толады. Осы уақыт аралығында не істелді? Баянды бастамалар мен бірегей жобалар аясында өріс алған дүние қандай нәтиже берді деген сауалдарға жауап іздеп, Жетісу газетінің журналистері сан сала бойынша шолу жасауда. Бүгінгі нөмірдің 3-ші бетінен берекелі ел іші 3 жылдықтың жеміс айдарымен әріптесіміз Асыл Сұлтанғазының
Көксу ауданының жүйелі істер жайында берілген мақалалар топтамасымен таныса аласыздар. Бұл жерден Балпықби кентінде орналасқан азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы облыстық филиалының аудандағы жаңа ғимараты мен ондағы тыныс-тіршілігімен таныса аласыздар. Сондай-ақ өткен жылы қолданысқа берілген 120 орынды жаңа мектептегі білім беру жүйесімен Мұқыр және Ақшатоған ауылдарындағы медицина саласы бойынша ел игілігіне берілген амбулатория мен фельдшерлік акушерлік пункттың жұмысымен және әлеуметтік осал топтарға берілген баспаналардың жай-күйімен таныса аласыздар. Қазіргі жастар ғылым қуып, білім іздейтін шағында отбасының жыртығын жамап, мейрамханаларда даяшы болып жұмыс істеп жүрген өтірік емес. Мектеп қабырғасынан түлеп ұшпай жатып, ақша табу үшін шөлмек ұстап, сусын құйып жүрген жеткіншектердің бүгінгі жағдайы кім-кімді де алаңдатары анық дейді әріптесіміз Медет Жұмабай «Білім ал, жұмыс табылады» атты мақаласында. Талдықорғандағы қаптаған сауық сайран құратын кафе, тойханаларға бас сұғып көрсеңіз, даяшылардың көбі кәмелетке толмаған оқушылар екенін байқайсыз. Оқушылар мейрамханалы иелері үшін арзан жұмыс күші. Сондықтан жасөспірімдердің нан тауып жеуіне қарсы емес, бірақ заңнан аттап, кәмелетке толмағандарға қалай жұмыс беріп отырғандары белгісіз. Баланың ерте жастан еңбекке араласып, өскені жақсы, бірақ біреулерге арақ шарап құйып, солардың масайған кездеріндегі тұрпайы әзілдерін естіп жүрген баланың тәрбиесі қалай болмақ? Жасымда ғылым бар деп ескермедім деп, ертең ата-анасының да өзінің де арманын ішінде бармағы тісінде кетпесіне кім кепіл? Талғампаз оқушы ерекше ықыласпен ден қоя, зер сала, ынта зейінімен оқитын, қаншама оқыса да жалықпайтын Жетісу газетінің әрбір нөмірінен жаңа ордалы ойлар сілемін тауып, ой дүниеңізді түлетіп, халықтың мәні бар елеулі еңселі мәселелермен танысасыз. Сенбесеңіз, сенбілік нөмірден оқыңыз. Біз тек басты жаңалықтарға тоқтала кетейік. Талдықорған қаласының Бірлік шағын ауданында әлеуметтік жағынан осал топтағы азаматтарға, жетім балаларға, көп балалы отбасыларға 60 пәтердің кілті табысталды. 11 жылы үй кезегінде тұрып, баспанаға қол жеткізгендердің бірі көп балалы ана Әйгерім Қайтбекова. Қаланың әр жерінде пәтер жалдап келген қуаныш иесі бүгін дастархан жайып, жаңа баспанасына шашу шашып келген жандарға дәм ұсынып, қуанышымен бөлісті. Өткен жылы тұрғын үй берудің барлық бағыты бойынша Талдықорған қаласында 1283 отбасы баспаналы болды. Биыл 1000-ға жуық отбасы қоныс тойын тойлайды деген жоспар бар. Жоспардың жүзеге асуы қалай жүріп жатыр? Медет Жұмабай 60 отбасы қоныс тойын тойлады атты мақаласында толық мағлұмат береді. Соңғы 10 жылда Қазақстанда тіркелген үкіметтік емес ұйымдардың саны 20 мыңға жуықтаған. Мамандардың айтуынша олардың 2000-дай ғана жұмыс істеп тұр. Ал облыста 500-ге жуық үкіметтік емес ұйым тіркелсе, соның 200-ге жуығы ғана белсенді жұмыс атқарады. Бұл ұйымдардың тірлігі тікелей қаржыға байланысты. 2025 жылға облыс бойынша 90 жоба қарастырылса, бүгінгі күні 52 лотқа конкурс жарияланған. Ал 18 лотқа конкурстық рәсімдер жүргізілуде. 20 лот бойынша мүлде конкурс жарияланбапты. Білім басқармасы тарапынан осы жылға арналған әлеуметтік тапсырыс аясындағы жобаларға қаражат бөлінбеген. Облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы Бауыржан Абибеков қаржы мәселесін шешу бойынша мәслихат және экономика, бюджет жоспарлау басқармасымен тиісті жұмыстар уақытылы жасалмағанын айтады. Өз жұмысына жүре қарайтындарды не күтіп тұр? Үкіметтік емес ұйымдар үнін кім естиді? Сәрби Әйтенова қатаң бақылауға алды атты мақаласында кімдер қалай қатаң бақылауға алатыны жайында тарқатып айтады. Жетісу облысы бойынша 2 миллионнан аса кітап қоры бар 148 кітапхана жұмыс істеп тұр. Оның ішінде ауылдық кітапхана саны 125. Бір қарағанда телегей теңіз байлық, бірақ бағалап жатқан кім бар? Мысалы, 200 мыңнан астам тұрғыны бар Талдықорған қаласындағы облыстың бас кітапханасында оқырмандар саны 14336 екен. Ақпарат пен техника дәуірі, жаңа технологиялардың заманы десек, тек кітап бірден-бір білім беруші құрал ретінде қала беретіні анық. Кітап ізденімпаздыққа жетелеп, ой-өрісімізді ұштаумен қатар байлығымызды қалыптастыратын құрал. Ғалымдардың зерттеу нәтижелері көрсеткендей, кішкентай кітап оқуға құлшынысы бар балалар мен жасөспірімдердің болашақта жетістікке жету мүмкіндігі жоғары болады. Өйткені техника мен заманауи гаджеттер дамыды. Десек те, оларды басқару үшін білім қажет.
алпауыт мемлекеттердің өзі құндылығын жоғалтпаудың қамын мемлекет болып қолға алып кітапхананың қаншалықты қажет екенін дәлелдеуде. Бізде қалай? Асыл Сұлтанғазының осыншама телегей байлықты тілшелеп оқып, таушалап тауысып жүргендер бар ма? Деп тебіреніп жазған "Тебіренсек алып біз тегінде қамсыз халықпыз" атты мақаласынан оқып біле аласыздар. Өткен аптаның негізгі жаңалықтары осындай болды. Газеттен басқа да танымдық, тағылымдық, ақпараттық материалдармен жетісу.kz сайты арқылы да таныса аласыздар. Аман, сау болыңыздар.